Әр тапсырманы көздеген нәтижемен бастаңыз. Аздап психикалық тұрғыдан ауыр жаттығудан бастайық. Келесі 3 жыл ішінде өкінішке орай сіз қайтыс болдыңыз деп елестетіңіз. Бұл трагедия. Барлық достарыңыз, отбасыңыз және әріптестеріңіз жерлеуге жиналды. Әр адам кезек-кезек мінбеге шығып сөз сөйлеп жатыр. Олардың сіз туралы не айтқанын қалайсыз? Әрине, бұл туралы ойлау қиын, бірақ сонымен бірге сабақ береді. Кенеттен өмірдегі маңызды емес нәрселер ұмытылып, нағыз приоритеттеріңіз ойға келеді. Енді сіз өзіңіздің қарым-қатынастарыңыз, жетістіктеріңіз және артыңызда қандай дүние қалдырғыңыз келетіні туралы ойланып жатырсыз. Бұл қайғылы эксперимент көрсеткендей, өмірді ұйымдастырғанда өмірдің ақырғы нәтижесін әрдайым ескеру керек. Сондықтан өте тиімді адамдар тыңғылықты ойлануды әдетке айналдырады. Бұл бізді екінші әдетке әкеледі.